Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету ол біздің дәстүрімізден. Ал дәстүріміз ол біздің дінімізбен ұштасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: үлкенге құрмет көрсетпеген, кішіге ізет қылмаған бізден емес деген. Демек, мұсылман адам ол үлкенді қашанда құрмет қылу керек. Ал өзінен кішіге ізеттілік көрсету керек. Кейде байқап жатамыз, жас бауырларымыз, жас буындар өзінің ата-анасына, үлкен аға, апаларымызға да құрмет көрсетпей, кейде қатты сөйлеп жатқанын көреміз. Бұл қателік болып есептеледі. Себебі мұсылман адам өзінен үлкен адамға қашанда құрмет көрсету керек. Бірінші сәлем беру, ауыр жүгі болса көмектесу, алдын кеспеу, одан асырып ауыр сөз сөйлемеу, бұл мұсылманшылықтан. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянында байқаймыз. Пайғамбарымыз үлкен адамдардың жүгін тасып үйіне жеткізуге дейін де көмектескен. Үлкен адамдардың сөзін алға қойып, оларға құрмет көрсеткен. Біз де өзімізден үлкен адамдарға құрмет қылуымыз керек, кішіге ізет қылуымыз керек. Мейлі ол дін ұстана да ма, ұстанбай ма, намаз оқи ма, оқымай ма, бұл жерде ол нәрсе айтылмаған. Бұл жерде мейлі жақсы үлкен болып мұсылман болды ма, біз оған құрмет қылып көрсетуіміз керек. Ал бізден кіші бауырларымызға, кішілерімізге ізеттілік көрсетуіміз керек.